Мен бұл тақырыпқа келмес едім, егерде маған келген клиенттарда часто осындай дүние болмаса. Мен ұстаз емеспін. Нақты қазір мен сіздерге осы жайында толығырақ бір білімді беріп, сіздердің бір жүрек көздеріңізді ашатындай. Бірақ мен бір нәрсені точно білемін. Жалпы бұл өте эффективный. Мен өзіме көмектесемін солай, балаларыма көмектесемін. Жалпы маған көмек сұрап келген адамдарға дәл осы методты айтамын. Ол оған да көмектеседі. Сіздер жата бересіздер ғой. Сіздерде реально осы күнге дейін барлығы жақсы болып келе жатты, бір моментте барлығы құрыды. Немесе жылдап жатырсыз. Жылдап өзгеріс жоқ. Вялыйсыз. И кәдімгідей өмірден үзіліп жатқандай өзіңізді сезінсеңіз. Аллах сізді естімейтін тәрізді өзіңізді сезінсеңіз. Депрессия деп ойлайсыз ғой енді, бірде бие, бірде түйе болып жүрсеңіз, яғни алты бақан качели состояниясында жүрсеңіз, онда сіздің бойыңызда расымен де бір нәрсе бар шығар. Сіздерге оны айтады жақындарыңыз, туғандарыңыз. Сенің ішінде жын бар дейді, біреуге айтады. Біреуге айтады, сен шайтансың дейді, Жалпы ондай состояниеда жүрген адамдарға шынымен де көмек керек. Олар шынымен де көмекке зәру, қолдауға зәру, бір ауыз жылы сөзге зәру негізі. Бірақ неше түрлі туыстар болады, неше түрлі қоршаған орта болады. Бірақ дәл сол адамдарға мен қазір көмектескім келіп тұр. Сіз күнделікті су ішесіз ғой. Сол суға Фатиха сүресін 7 рет оқыңыз. Ерінбеңіз. Ықылас сүресін 3 рет оқыңыз. Фәлақ, Нас сүрелерін 3 реттен оқып, өз-өзіңізге рукия жасаңыз. Күнделікті. Қашан сол ішіңіз жеңіл дегенше, қашан ішкі халіңіз дұрысталғанша. Бірақ дұрысталғаннан кейін де жасай беріңіз. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әр түн сайын жатарда өзіне рукия жасаған. Әр түн сайын өзінің алақанына аятул курсиді оқып денесін сипалаған. Ол біздің күнделікті тісімізді қалай ысамыз, қалай күнделікті тамақ жейміз, ол солай біздің әдетіміз болу керек. Мысалы, маған айтады, сен туыстарым айтады, сен әлеуметтік желіде жүрсің, саған көз тиеді, ойбай, ана балаларыңды көрсетпе, бүйтпе, сөйтпе. Шынымен де мына жерде неше түрлі адамдар болады, біреу қарғайды, біреу сырттан бір нәрсе жасауы мүмкін. Бірақ мен не істеймін? Маған ешкімнің көзі де, сөзі де, дуасы да, сиқыры да әсер етпейді. Себебі менде Аллах бар деймін да, осы айтқан сөзіме әрекет амалымды жасап, өз-өзіме рукия жасаймын. Міндетті түрде. Жаңағы бала көрген істейді, күнде балаларым ұйықтардың алдында міндетті түрде оқиды өздеріне. Қолдарына оқиды, үстерін сипалайды.